Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, өз ақыл-кеңестеріңізді айтар етіңіздер. Өмірімде бірінші рет, алғаш рет ғашық болдым. Мен такси қызметін атқарамын. Алматыдан ауылға қарай келе жатқан едім. Ауыл өте кең кептеліс мүлдем жоқ, асықпай таза ауамен демалып келе жатқам. Бірде жол бойында такси тоқтатқан қызды көрдім. Тоқтадым. Өте сымбатты келген, ұзын шашты, қиылған қас, ұзын кірпік, арық денелі, сымбатты келген қыз еді. Ауылға қарай жүретін ауылдың атын айттым. Иә, барамын деді. Дәл өзім ауылым еді, Ащыбұлақ еді. Жол жөнекей әңгіме айтып, әлгі қыз тұрмыс құрған, екінші рет тұрмыс құруға жігіт іздеп жүрген жайлы айтты. Ойымда тым болмағандай, әрине жігіт болғаннан кейін арам ойлайтын. Бірден көлігімді көл бетіне тоқтаттым да, қызы ақырындап жақындады. Бірден аймаласып кеттік. Ол да үндемеді, мен де үндемедім. Ізімізді тындырып бұрып, ары қарай ауылға келдім. Өмірімде алғаш рет мұндай болады екен-ау деп ойландым. Солай күнде болып жүрдік. Қазір қатты ұяламын. Не істесек болады?